Абай Құнанбаев Қансонарда бүркітші шығады аңға. Қансонарда бүркітші шығады аңға, тастан түлкі табылар аңдығанға, жақсы атпен тату жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ықшам киім аңшы адамға. Салаң етіп жолықса қайтқан ізі, сағадан сымпың қағып іш шалғанда, бүркітші тау басында қағушы ойда, ізінің бетін түзетіп аңдағанда. Томағасын тартқанда бір қырымнан, қаран қыз көзі көріп самғағанда, төмен ұштан түлкі өрлеп құтылар деп, қанды көз қайқаң қағып шықса аспанға. Көре тұра қалады қашқан түлкі, құтылмасын білген соң құр қашқанға. Аузын ашып қоғақтап тісін қайрап, о да талас қылады шыбын жанға. Қызық көрер, көңілді болса аңшылар, шабар жерін қарамай жығылғанға. Қырық пышақпен қыржыңдап тұрған түлкі, о дағы осал жау емес қыран панға. Сегіз найза қолында көз аудармай, батырда аял қылмайды ертең таңға. Қанат құйрық суылдап ысқырады, көктен қыран сорғалап құйылғанда. Жарқ-жұрқ етіп екеуі айқасады, жеке батыр шыққандай қан майданға. Екеуі көк, біреуі жер тағысы, адам үшін батысып қызыл қанға. Қара аппақ, бүркіт қара, түлкі қызыл, ұқсайды хасса сұлу шомылғанға. Қара шашын көтеріп екі шынтақ, о да бүлік-бүлік етпей ме сыйпанғанда. Аппақ ет, қып-қызыл бет, жап-жалаңаш, қара шаш қызыл жүзді жасырғанда. Күйеуі ер қалыңдығы сұлу болып, және ұқсар тар төсектер жолғасқанға. Арт жағынан жауырыны бүлкілдейді, қыран бүктеп астына дәл басқанда. Құсы да иесіне қоразданар, 62 айлалы түлкі алғанда. Үйірім мен 3-9 деп жымыңдап, жас үлкені жанына байланғанда. Сілке киіп тымақты Насыбайды, бір атасын көңілің жайланғанда. Таудан жиде тергендей ала берсе, бір жасайсың құмарың әр қанғанда. Көкіректе жамандық еш ниет жоқ, аң болады кеңесін құс салғанда. Ешкімге зияны жоқ өзім көрген, бір қызық ісім екен сұм жалғанда. Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға, бәрі де анық тұрмай ма ойланғанда. Ұқпассың үстірт қарап бұлғақтасаң, суретіне көре алмассың көк бақсаң. Көлеңкесі түседі көкейіңе, әр сөзіне бір ойланып салмақтасаң. Бұны оқыса жігіттер аңшы оқысын, біле алмассың құс салып дәм татпасаң.